Қалтаңда не бар? Не бар деймін қалтаңда? Дұрыс па? Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, жасыңызды қайтарып. Болды інім, бастысы Алла разы болса болды емес пе? Әрбір адам баласы адамдарға жәрдем беру міндет, мұсылман адам. Сондықтан мен өз міндетімді атқардым. Кеттік інім. Мұсылман баласы әрбір адамға қай жағынан болса да жәрдем беруі тиіс. Егер біреудің көмекке мұқтаж екенін біліп тұрсаңыз, өзіңізден көмек сұрауын күтпеңіз. Сіз біреуге жақсылық жасап, көмек беріп, қуаныш сыйласаңыз, оны көрген ұрпақ сізді үлгі тұтып, қалай әрекет қылсаңыз, сізден көргенін істейді. Сондықтан күштілер әлсіздерге, байлар міскіндер мен кедейлерге қол ұшын беріп, жаттандыруы керек. Біз бұларды разы қылсақ, онда Алла да бізге разы болмақ. Ал Алланың разылығы болса, құлдың мәңгі болашағы мен бақыты. Өмірдің қызылды жасылды алдауларына бой ұрмай, қазақ халқымыздың өркендеуіне өзіндік титтей болса үлес жәрдем тигізуімізді нәсіп етсін. Қандай да адам болмасын, жердің бетінен көрі астында көп жатады. Сол мекенге дайын болып, жеріміз бен елімізге
әркім өз игі сауапты істерімен қоршаған ортаға пайдасын тигізіп, өз орнын тасқа қашағандай қалдыруы керек. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта, бар қалан